Қытайға келген алғашқы күндері неге келдім деген күйге түстім. В принципе, китайцы хорошие люди. Они добрые очень. Это мы злые, скорее. Байгайстанның негізгі кәсібін білесіздер ғой? Ақыл әжетханалар. Өкінішке қарай Қытайда ондай жоқ. Қытайда барлық әжетханалар тегін. Қытайда артық салмағы бар семіз адамдарды көп кездестірмейсің. Алашты алаңдатқан сауал деп айтамыз да. Сәлем достар, арнамызда бұл жолы сұхбат емес, видеоблог. Қытайда жүргеніме бір айлық уақыт болды. Қытайдың Сиан қаласында ғылыми тағылымдамадан өтіп жатырмын. Осы уақыт аралығында не көрдім, не білдім, не түйдім, сіздермен бөліскім келеді. Арнаға жазылып, пікір жазып, қолдап қойыңыздар. Сиан Қытайдың орталық батысында орналасқан тарихи қала. Ол Қытай тарихындағы бірнеше әулеттің астанасы болған. Сондықтан мұнда ежелгі мәдениет пен заманауи өмір қатар тоғысқан. Қала бүкіл әлемге әйгілі терракот жауынгерлері арқылы танымал. Бұл мыңдаған жыл бұрын жер астына көмілген сарбаз мүсіндері. Бүгінде Сиан 13 миллион халқы бар заманауи мегаполис. Онда университеттер, ғылыми орталықтар және жаңа технологиялар жақсы дамыған. Бұл қала қазақтар үшін етене таныс Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу сынды қалаларға ұқсамайтын өзіндік өмір сүру салты бар. Сол үшін бұл блогта айтылған дүниелер Қытайдың кей өңірлеріне ұқсамауы әбден мүмкін. Қытайға келген алғашқы күндері неге келдім деген күйге түстім. Себебі өте қарбалас тірлік, асыққан адамдар, мопедтер, жан-жағының барлығы қытайша иероглифтер, қосымшадағы Қытай тілі бәрі басында қиындық тудырды. Бірақ келе-келе үйреніп кеттік. Адаптация максимум бір аптаға созылады. Қытайда Google, Instagram, Facebook, WhatsApp сияқты шетелдік қосымшалар бұғатталған. Бұл елде интернет қатаң бақылауда, ал желідегі контент арнайы сүзгіден өтеді. Сондықтан мұнда келген шетелдіктер күнделікті қолданатын қосымшаларын аша алмай қиналады. Осындай шектеулерді айналып өту үшін шетелдіктер VPN қолданады, ал жергілікті халықтың қолдануына рұқсат жоқ, әрі көбі бейхабар. Не знаю, насколько можно это говорить, но китайцы это просто стадо в каком-то плане, потому что в этом дают доступную информацию, которую они могут знать, и все. За рамки этого они не выходят, и они никогда не выйдут, потому что, страна такая, такой менталитет, такая культура. Да, и с этим ничего, по сути, не сделаешь. Есть, конечно, более раскрепощенные, но, скорее всего, их больше в других, нежели городах. Вот, например, я думаю, более таких европезированных, например, там Шанхай, Шонтинь, такие более современные. Там ребята все равно, они блогеров там намного больше, и китайцев, которые все равно не боятся выражать себя, выражать свое мнение. Достар, біз видео түсіріп жатқан кезде қытайлықтар жанымызға келіп қызығып сұрап жатты. Сондықтан ол кісілерден біз Қазақстан туралы сұрап жатырмыз. Қазір олар біздің ел туралы өздерінің ойын айтып көреді. Мен Қазақстанды білемін. Ол біздің елдің бір белдеу, бір жол бастамасындағы өте маңызды серіктес мемлекеттердің бірі. Мен қытайша түсінбеймін, кейіннен аударып аламыз. Жақсы сөз айтты деген ойдамын. Рахмет сесе. Сианда маған жақсы әсер қалдырған дүниелердің бірі қолжетімді транспорт. Бұл қалада 13 миллион адам тұрады, бірақ кептеліс өте аз. Оған себеп транспорттардың дұрыс жүйеленуі. Халықтың басым көпшілігі метро қолданады екен. Бұл жақта 8 линия, 187 метро станциясы бар. Одан кейінгі халықтың көпшілігі осындай арендалық велосипед
және өздерінің жеке мопедтерін қолданады. Қытайда жүргеніме қазір 20 күннен асты ғой. Бұл жақта велосипед, мотоциклдердің бәріне жағдай жасалған. Автобус жолақтары жоқ, бірақ велосипед пен мотоциклдерге, мопедтерге арналған жолақтар бар. Бұл деген сөз Қытай үкіметі халықтың осы транспорт түрін таңдаған жөн санайды. Өте ыңғайлы. Мен қазір тек велосипедпен ғана жүрмін. Өте арзан бағасы. Қазақстанға да, әсіресе Алматыға осындай дүниелер қосса, біз оны қолданар едік. Енді мен сіздерге арендалық велосипед туралы айтайын. Бұны жергілікті WeChat деген қосымша бар. Сол қосымша арқылы арендаға алуға болады. Бұның арендалық ақысы алғашқы 15 минут 1,5, ары қарай 1 юаннан. Ол дегеніңіз алғашқы 1 минут 100 теңге болса, ары қарай 70 теңге. Менің қонақ үйім мен университетімнің арасы 15 минуттық жер. Мен соған күнделікті 1 юаннан жұмсап отырам, және маған ұнағаны үнемі қозғалыста болу. Ол өзің үшін де еркін жүру үшін өте жақсы әсер қалдырады. Достар, тағы бір байқағаным, Қытай шекарасында іскерлік мақсатпен келіп жатқан шетелдіктер өте көп. Сіздердің де араларыңызда Қытайдан тауар алдырып жүрген кәсіпкерлер болса, мен сіздерге сенімді логистикалық компанияны ұсынғым келеді. Fastex компаниясы Қытайда және Қазақстанда қоймалары бар тәжірибелі логистикалық компания. Миллиондаған қаржыға алған тауарыңыздың қауіпсіздігіне алаңдайтын боларсыз. Дәл осы компания сіздің жүгіңіздің аман есен қолыңызға жетуіне кепілдік береді. Бас офисі Алматы қаласы, Назарбаев 28А мекенжайында орналасқан. Көрсетілген номерге хабарласып, кеңес алсаңыз болады. Достар, біз дәл қазір Сиан қаласының орталығындағы үлкен парктердің біріндеміз. Бұл қала тағы бір ерекшелігі, парктер өте көп. Жергілікті қытайлардың айтуы бойынша 180-ге жуық парк бар екен. Кей деректерде 40-50 парк деп айтады. Және қазір таңғы 10-ның уақыты, адамдар өте көп. Жастар да, үлкен кісілер де қазір ішіне кіріп көреміз. Сианда осындай ғимараттарды өте көп кездестіруге болады. Енді менде Қытай деген кезде осындай бір ассоциация миыма келетін болды. Сиан қаласы өте тарихи қала деп айттық қой. Бұл қаланың кез келген бір объектісіне үңілсең, ар жағында үлкен бір тарих жатады. Мұнауда кезінде сарайлардың бірі болған, қазір халық демалатын паркке айналған. Қытайды айдаһарлар елі деп атауының да мифологиялық үлкен тарихы болып тұр. Қарасаңыздар, артында айдаһардың бейнесі, және Қытайдан осындай ескерткіштерді, ғимараттарды өте көп байқауға болады. Қоғамдық орындарда, Арбат сияқты жерлерде, парктерде, барлығында тек тарихпен астасып жатқан бейнелер. Парктерден, қоғамдық орындардан осындай ұлттық киім киген адамдарды өте көп кездестіреміз. Әсіресе жастар. Сұрап білсек, бұл олардың ерте замандағы киімдері. Қазір үйленетін жастар фото съемка жасайды екен. Осы арқылы, және одан бөлек осы ұлттық киіммен жеке-жеке қыздар, жігіттер бір-бірлерімен фотоға түсіп жүрген көп байқаймыз. Парктерде күндіз келсең де, таңға келсең де, кешке келсең де осындай
үлкен кісілерді, зейнеткер адамдарды байқайсың. Олар өздерінің уақыттарын өте бір қызықты өткізіп жатқан сияқты, ән айтады, би билейді, белсенді өмір салтын ұстанады. Осы парктердің де негізгі философиясы осы сияқты, адамдардың яғни уақыттарын қызықты өткізу үшін барынша жағдай жасау. Паркте жүрген зейнеткер, егде жастағы кісілердің бірінен Қытайдағы зейнеткерлердің өмірі қалай деп сұрап көрдік. Біз жолдасымыз екеуміз Сянда өте бақытты өмір сүрудеміз. Ол қызымыздың барлығының өз кәсіптері бар. Біздің көмегімізге мұқтаж емес. Біз ерлі-зайыпты екеуміз бос уақытта саябақта серуендейміз. Тұрмысымызға барлық нәрсе ыңғайлы. Өзімізді өте бақытты санаймыз. Қытайда артық салмағы бар семіз адамдарды көп кездестірмейсің. Мыңның бірі деп айтуға болатын шығар, өте аз. Бұның себебін сұрап көрдім жергілікті халықтан. Бір айтады, ол біздің Қытайдың дәнді дақылдарға негізделген тамағы дейді. Және бұлар көбінесе асылған тамақтарды жейді екен. Одан бөлек спортпен өте көп айналысады, жиі жүреді, жүгіреді дейді. Расымен паркте соның растап тұр. Менің өзім, достар, қызық нәрсе айтайыншы. Мен Алматыда жүрген кезде күніне 2-3 мың ғана шаг жасайтын едім. Көбінесе көлікпен жүреміз. Ал мына жаққа келгенде мен күнделікті 15-20 мың шаг жасап жүрмін. Және бұл менің кәдімгі белсенді өмір сүруіме, мотивациямның көтерілуіне жақсы әсер етіп жатыр. Сол үшін қозғалыс расымен өмірді жеңілдетеді екен. Қытайлардың ұзақ өмір сүруінің және арық болуының бір себебі осы сияқты. Мына жерде демалыста жүрген кісілер билеп жатыр. Қателеспесем, ұйғырша ән қозылып тұр. Байгайстанның негізгі кәсібін білесіздер ғой? Ақыл әжетханалар. Ал, құрметті халқым, Байгайстан Республикасының алғашқы жеке өнеркәсібі құтты болсын. Өкінішке қарай Қытайда ондай жоқ. Қытайда барлық әжетханалар тегін және кез келген жерде бар. Қол жетімді, іші де таза. Мәселен, міне адам кетіп бара жатыр. Әжетханаға кіріп, кез келген уақытта өзінің қажетін өте алады. Енді ішіне кіріп түсіру кішкене әдепсіздеу болатын шығар, бірақ сонда да көрсеткім келіп тұр. Әлде қажет емес па? Тегін туалет болғаннан кейін іші күтімсіз шығар деп ойлайсыздар ғой? Жоқ, олай емес. Іші өте тап-таза, ыңғайлы жағдай жасалған, суы да, жуынатын жерлерде барлығы бар. Білесіздер ғой, бізде Алматыдағы президент паркінің өзінде ақылы туалеттер қойып қойған. Және ішін көрсеңіз, ұяласыз. Негізі халықты сыйлау осы әжетханадан басталады. Халыққа деген қарым-қатынас мемлекеттің қандай болса, әжетханасы да сондай болмақ. Бұл ащы да болса ақиқат. Негативке жол бермей қояйық, бірақ іште қалған бір ой.
Қытайға келген кезде көп қазақстандықтар тамақтан қиналады. Бізде алғашқы 2 күнде ұйғыр кухнясын, дунган кухнясын іздеп қиналғанбыз, бірақ менің қонақ үйімнің және оқуымның жанында бір дунган кухнясын тауып алдым. Сол жерде мен 1 ай бойы тамақтандым. Енді Қытайдан келетіндерге лайфхак. Ана жоғарыдағы белгіні қарасаңыздар, ана жазу. Сол халал мұсылман кухнясы дегенді білдіреді. Қазір біз ішіне кіріп тамаққа заказ береміз. Және қызығы Нихао. Әлемде ең көп тараған тіл ым-ишара тілі дейді ғой, иә? Біз қазір мен тамақ заказ беруді түсіндіріп берем. Маған мынаны беріңізші. Надан. Осылай ым-ишарамен түсіндіреміз, бір-бірімізді түсінсеміз. 1 ай бойы тамақтандым мен осы жерден. Қытайда 1 ай бойы осы асханадан тамақтандым. Ең бастысы бір-бірімізді түсіндік. Негізі әлемнің тілі сыйластық қой. Үнемі күліп қарсы алып, адал тамағын берген. Осы енді дунган халқының өкілі және әйелі мен күйеуі, осы кісілерге өзімнің ризашылығымды білдіріп, рахметімді айтайын. Мынау сіздерге Қазақстанның атынан шоколад. Рахмет көп-көп. Сесе. Рахмет. Сау болыңыздар. Бұл мен ғылыми тағылымдардан өтіп жатқан Цзятун университеті. Қытайдағы ең үздік 10 университеттің қатарына, әлем бойынша ең үздік 150 университеттің қатарына кіреді. 46 мыңнан астам студенті бар. Кампусы өте үлкен. Бұл қаланың ішіндегі ескі кампусы, және бұдан бөлек қаланың сыртында өте үлкен көлемді жаңа кампус салынған. Ол жақта магистранттар оқиды, қателеспесем. Бұл жерде бакалавр және докторанттар, аспиранттар оқиды. Ішіне кіріп көрейік. Университеттің іші бір үлкен парк қой, қараңыздар. Бұл бір ғана бөлігі. Енді мына жерді қараңыздар. Бамбук орманы, кішігірім. Орман дейма, күн түспейтін. Айтпақшы, біз осы Сианға келген кезімізде бұл жақта сакура гүлдеп бір мейрам тойланып жатты. Сол кездегі адамдардың нөпірін көрсеңіздер ғой. Өте көп адам. Бірақ бірде-бір кептеліс болмайды бұл жақта. Кампустың ішінде осындай арендалық великтер орнатылған. Себебі кампус өте үлкен. Бір ғимараттан екінші ғимаратқа дейін жету үшін, немесе жатақханаға жету үшін осындай арендалық великтерді қолданады студенттер. Достар, біз кампусте ресейлік студенттермен жолығып қалдық. Қазір олардан Қытайда оқу туралы сұраймыз. Мы еще как иностранцы, к нам как будто больше поблажек, потому что нас воспринимают немножечко по-другому, как будто мы уже с привилегиями какими-то. Банально, потому что наша внешность, то, что мы плохо говорим по-китайски, естественно. Вот, поэтому даже учителя нам очень часто делают какие-то скидочки, оценивают нас менее жестко, нежели китайцев. В принципе, китайцы хорошие люди, они добрые очень. Это мы злые, скорее. Вот, все, наверное. Что можно еще сказать? О Китае?
Да, у Китая. Обучение Ну, на самом деле, Геля, конечно, немножко напугала, но все не так трудно и не все так плохо, как есть на самом деле, потому что если ты понимаешь, что ты человек достаточно стрессоустойчивый, и даже несмотря на то, сколько трудностей тебе придется преодолеть, и ты понимаешь, что как бы да, мне ради будущего, ради дальнейших перспектив мне это надо, то, конечно, пострадать как бы нужно, потому что даже разговаривать со своими друзьями, которые живут и учатся в России, они тоже сколько раз они хотели отчислиться, хотели уйти, просто сдаться, и все, но все равно заканчивают. И вот в Китае такая же ситуация, ну как бы не без трудностей в жизни. И, конечно, это все реально. Но сейчас вот посмотреть, что в каждом университете сколько иностранцев, и люди получают, правда, свои дипломы, они обучаются и по сей день. Просто свои аспекты есть, но все здорово. Ребята крутые. И на самом деле, вот когда в Китай приезжаешь, ну это совершенно другой мир. Потому что здесь все по-другому, еда другая, менталитет другой, но это интересно, потому что ты как будто попадаешь просто в другой мир. Лично я такой человек, вот мне в России, мне было всегда скучно. Мне вот всегда важен, когда какой-то другой немножко социум, когда много чего-то интересного. И вот здесь, в Китае, я это получаю, потому что мой каждый день, он реально не похож на другой, потому что что-то новое я узнаю реально. Поэтому так. Достар, менің жанымда қытайлық докторанттар, ол кісілерге Қытайда оқу қаншалықты қиын деген сұрақ қойдым. Жауабын тыңдап көрейік. Менің ойымша Қытайда оқу өте қызықты, ал оның қиындығы қойған мақсатыңа байланысты. Егер оқудан ләззат алсаң, оны ауыртпалық деп есептемейсің. Ал белгілі бір деңгейге жету үшін, мысалы жақсы жұмыс табу, немесе жоғары білім дәрежесіне ие болу деген мақсатыңа сай, оқу да қиындай түседі. 去获得什么样的工作，什么样的学位，这样它的难度会根据你的目标递增的，我是这样觉得。 Әрине, мен қазақстандықтарға Қытайға келіп оқыңыздар деп айтар едім. Мен оларды жаңа ортаға келуіне, жаңа дүниелерді көруге шақырамын. Бізде көп мәдениет бар ғой. Сол үшін де мен осында оқуды ұсынамын. 所以我是推荐的。 Мен марксизм теориясы мамандығында оқимын. Зерттеу бағытым идеологиялық дискурс. Қазір зерттеу жұмысым қалыпты жүріп жатыр. 现在的进展跟快的比起来是有一点慢的，就是进展非常一般吧。 Thank you. Bye-bye. Қытай ғылым мен білім саласында жаһандық бәсекелеске айналып келеді. Бұл оның технологиялық жетістіктері мен зерттеу сапасынан анық байқалады. Ел үкіметі соңғы жылдары бұл бағытқа көп инвестиция құйып, әлемдік деңгейдегі университеттер мен ғылыми орталықтарды қолдауға ерекше мән беруде. Қазіргі таңда Қытай университеттері инженерия, технология, жасанды интеллект, биотехнология және физика сияқты салаларда әлемде көш бастап тұр. Менің жанымда Джотин университеті журнализм және жаңа медиа мамандығының профессоры Уфен мырза отыр. Уфен мырзаға Қазақстан мен Қытай арасындағы білім алмасу саясаты туралы сұрақ қойдым. Ол кісі қазір жауап береді. 好的，首先我们热烈欢迎有更多的哈萨克斯坦的青年学生。 Жақсы. Ең алдымен біз көптеген қазақстандық жас ғалымдардың Қытайға келіп білім алып, тәжірибе алмасуын, байланыс орнатуын ықыласпен қарсы аламыз. Ал Қытай үкіметі де осы жас ғалымдарды қолдау мақсатында көптеген мемлекеттік гранттар беріп жатыр. Қазақстандық жас ғалымдардың Қытайға келіп аз мезгілдік білім алуға, немесе Қытайдан толық магистрант немесе докторант білімін алуға мүмкіндік беріп, үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Болашақта осындай мүмкіндіктер тіпті көбейетініне кәміл сенемін. Екіншіден, бізде Қытайдың жас мамандары мен ғалымдары болашақта Қазақстанға барып білім алмасуын, тіпті қазақстандық бағдарламаларды оқып ғылыми дәрежесін алып шығуын қалаймыз. Үшіншіден,
болашақта көптеген Қытай ғалымдары мен қазақстандық ғалымдар бірлесе ғылыми зерттеулер жүргізіп, екі ел байланысын нығайтатын ғылыми жобаларға қатысып, жақсы нәтижелерге қол жеткізсек. Сөзімнің соңы, осы ғылыми зерттеу нәтижелерінен екі ел халықтары мен кәсіпорындарының мәдени аралық коммуникация жасауда өз көмегін тигізуін қалаймыз. Қытай мен Қазақстан достығы мығым көрші мемлекеттер. Сол үшін екі елдің болашақтағы білім саласында өте ауқымды селбестіктер жолға қойылатынына кәміл сенеміз. Қытай көшелерінен бос жүрген оқушыларды көп кездестірмейсің. Жергілікті қытайлардың айтуынша, оның себебі мұнда білім беру жүйесі қатаң. Оқушылардың күн тәртібі тығыз. Олар таңертең ерте мектепке барады, түстен кейін де сабақтарын жалғастырып, кешкі уақытта қосымша дайындық курстарына қатысады. Балаларға арналған бос уақыт аз, ал ойын мен серуендеу арнайы уақытпен ғана ұйымдастырылады. Сонымен қатар ата-аналар қауіпсіздікке қатты мән береді. Балаларды жалғыз өздерін сыртқа шығармайды, мектепке арнайы көлікпен апарып, қайта алып келеді. Мектептер көбіне жабық, қоршалған аумақтарда орналасқан. Сондықтан балалар сол аймақта ғана ойнап, серуендейді. Fastex 2007 жылдан бері логистикалық қызметтер көрсетіп келе жатқан сенімді серіктес. Біз тасымалдаудың барлық түрлерін ұсынамыз. Кедендік рәсімдеу, жүк тасымалдау, транзит, экспорт және импорт. Қытайдан Қазақстанға кез келген жүкті қауіпсіз жеткізу біздің міндетіміз. Кедендік рәсімдеудің толық спектрі бізде бар. Жастарды қолдау мақсатында спорт және ағартушылық жобаларға демеушілік көрсетеміз. Бізбен хабарласыңыз. Сиан қорғаны ежелгі Қытай қалаларын қоршаған орта ғасырлық бекіністердің ең көрнекті үлгілерінің бірі. Биіктігі мен қалыңдығы ерекше бұл қорған қала тұрғындарын ғасырлар бойы сыртқы қауіптен қорғап келген. Қорған 4 қақпа арқылы сыртқы әлеммен байланыс орнатқан және стратегиялық бақылау нүктелеріне бай. Қазіргі таңда Сиан қорғаны тарихи мұра әрі мәдени туризмнің маңызды орталығы. Мен дәл қазір Сиан қабырғаларының үстіңгі бөлігінде тұрмын. Бұл жерде адамдар өте көп, әсіресе кешкі уақытта адамдар өте көп болады. Кешкі күннің батуын, және нажақ беттерінде арендаға велосипедтер беріледі. Сол велосипедпен қаланың үстін аралап шығады. Енді бұл қабырғаның көлемі өте үлкен. Ұзындығы бір жақ бет бағытқа 5000 метр, яғни 5 километр. Ішкі квадраттың ішкі бөлігі 2,5 метр, 2 километр. Былай қарай 5, былай қарай 2,5. Сонда жалпы ұзындығы шамамен 14 километр. Бұл жерде машиналар жоқ. Қаланың қабырғаға бірнеше бөлігінде көтерілетін қақпалар орнатылған. Бұл Сиан қаласындағы ең бір маңызды тарихи орындардың, объектілердің бірі. Егер сіздің табаныңыз Қытайға, оның ішінде Сианға тиіп жатса, бұл міндетті түрде келу керек. Керемет жер. Сианда ең бірінші айтылатын ол терраса, одан кейінгі екінші осы Сиан қабырғалары. Қытайдың адам көп жиналатын орындарында идеологиялық шаралар өте жиында ұйымдастырылады. Мен бұл жерге өткен жолы келген кезімде, түнгі уақытта, мына жерде сахна, кәдімгі театрландырылған қойылым қойылып жатты. Ол жерде әскери, патриоттық қойылым. Және тағы бір айтатын дүние, терракотаның басына барған кезімізде әскерлерінде дәл осындай оқиға, яғни спектакльге адамдар, қытайлар өздері ақша төлеп, және ол аз ақша емес, көлемді ақша төлеп, олар барып көреді. 就这样，蒋委员长被战士背向了山。也就是从这一刻开始， идеологиялық жұмыстары өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Енді идеология туралы пікір көп қой. Елімізде журналист Дархан Әбдіктің идеология бар жерде парасат болмайды деп айтады ғой. Бірақ қытайлықтар олмен келіспеуі мүмкін. Өйткені мемлекеттің жүргізіп отқан саясаты, оны біз дұрыс деп те айта алмаймыз. Қызық,
Мен осы жаққа келгелі бір нәрсе түсінгенім, осыған дейін біз Европаның, Американың бізге ықпалы жоғары ғой Қазақстанда. Біз көп нәрсені сол стандартпен ойлаймыз. Адам құқығының өзіне біздің көзқарасымыз европалық батыстық стандарт. Бірақ бұл жақта америкалық стандарт, америкалық ойлау жүйесі бұл жақта мүлдем жоқ, оларға мүлдем жат. Олардікі бұрыс деп те айта алмайсың. Сол нәрсе түсінгенім, бізге шынымен сыртқы күштердің, идеологияның әсері қатты байқалатын осы жаққа келіп мен байқадым. Қытай бұл өзінің ғана ішкі саясатын жүргізіп жатқан мемлекет. Бұларда өзіндік мәдениет, өзіндік дүние таным мүлдем бөлек, бізге ұқсамайтын. 南寻觅，花开一见落南巡，阶前愁杀葬花人。独以花锄泪暗洒，洒上空枝见血痕。杜鹃无语正黄昏，何处归去掩重门？青灯照壁人初睡。 Дәл қазір Сиан қабырғаларының жоғарғы бөлігінде тұрмын. Бұл жерден 15 метр биіктікте, шамамен 5 этаждық үйдің биіктігіндей. Мына жерді қарап жүріңіздерші, биіктік өте үлкен емес. Мына жаққа қарасаңыздар, ешқандай қоршау немесе басқа да дүние жоқ. Адамдар құлап кету қаупі, әсіресе балалардың құлап кету қаупі бар. Бірақ оған ешкім назар аудармайтын сияқты. Бірақ бір қызығы, Қытайда бұндай нәрселерді көп кездестіруге болады. Бұлар жауапкершілікті адамның өзіне беретін сияқты. Бір жағынан қызық енді. Мына жақ бетті де қарайық. Мына жер, ана жақ ашық, және мына жер дәл солай. Мына жерге бүйтіп асылып көріп тұрған адам ары қарай құлап кетуі мүмкін. Құласаң, бірақ кім жауапты? Өзің жауаптысың, өзіңнің өміріңе. Манша философия дұрыс, бірақ енді адамдардың қауіпсіздігінде ескеру керек секілді. Үрме дейді ғой. Бұл Сиан қабырғаларының жанындағы книжный двор деп айтады екен. Кітап ауласы, кітаптар ауласы. Бұл жерде қазір өнер туындылары, сурет салуға арналған әуез, тастар әртүрлі, соның барлығы сатылады екен. Қызық, келіп өзіңізге қажетті дүниелерді алуға болады. Қытайдың автоиндустриядағы әлемдік нарықты өзгертіп жүргендерін білесіздер ғой. Соның бірі BYD. Бұл бренд тек Қытайда ғана, Европада өте көп сатылып жатыр. Қытайдың өзінде де BYD-ді мінетіндер көп. Біз осы BYD-дің Сиан қаласындағы дүкендерінің біріндеміз, салондардың. Бірақ ішіне кіріп видео жасауға бізге мүмкіншілік берген жоқ. Сырттай ғана бақылап жатырмыз. Мен BYD туралы аса қатты көп білмеймін. Бірақ жаңа ішіне кіріп көргенде, отырған кезінде, бұл машинаның шума изоляциясы дейді ғой. Дыбыс изоляциясы өте керемет, өте жоғары.
басқа қытайлық машиналармен салыстырған кезде мен Чанганға отырып көрдім. Осы Қытайдың өзінде біз қаншама таксиге мініп жүрміз. Хончи, көп брендтерге отырдық, бірақ мыналардың шума изоляциясы өте керемет екен. Премиум классқа жасалып жатқан сияқты. Қытайдың автоиндустриядағы саясаты арзан бағаға біздің дәмді татып көр дегенге саяды. Ал енді жылдар бойғы қосалқы бөлшек нарығын есептесеңіз, Қытай көлігін арзанға алған адам жылдар бойы әлі сонша соманы Қытай экономикасына құяды. Қытайлардың бір күндігін ойламайтындығының тағы бір дәлелі осы болса керек. Алашты алаңдатқан сауал деп айтамыз да. Қытайлар өз машинасын мінбейді, немесе олар қандай машина мінеді деген сұрақтар бар ғой біздің елде. Оған әркім әрқалай жауап беріп жатыр. Біз қазір мына машина тұрағындамыз. Өздеріңіз шешім шығарарсыздар, қандай машиналар барын біз шетінен айтып шығайық. Бұл Kia, кореялық марка, Mercedes, BYD, Nissan, қытайлық бренд, Қазақстанда танымал. Мына брендті мен танымадым, Opel'ге ұқсайды, қытайлық марка болу керек. Volkswagen, Mercedes, неміс бренді, Exit, қытайлық, Tesla. Бұл жақта электромобильдердің 40% Tesla. Қытайлар Тесланы өте қатты жақсы көреді. Audi, қытайлық марка. Audi, Mercedes, Maybach, Audi, Ford, Tank, қытайлық марка. Және BMW, қытайлық марка. Ford. Мына неміс болсын, басқа елдің машиналарының барлығы Қытайдың өзінде шығарылады дейді, өзінде құрастырылады. Ford Focus, бірақ қытайлық жиынтық. Енді Mercedes пен BMW-ға келетін болсақ, Қытайлар оның ішінде Сиян қаласының тұрғындары қайсысын жақсы көреді дейтін болсақ, BMW-ны көп мінеді екен. Mercedes сирек кездесуге болады, BMW кәдімгі бұлардың сүйікті көліктерінің бірі. Маған ұнағаны Қытайда көліктердің жүргізуші және жолаушы отыратын терезелерін қараңғылауға рұқсат бергені. Көлік терезелерін қараңғылау заңмен рұқсат етілген, бірақ белгілі бір шектеулер бар. Қараңғылау көлік ішіндегі адамдардың өзін қауіпсіз сезінуіне әсер ететіндей. Қытайда халтура жоқ. Олар барлық нәрсені кемеліне жеткізе жасауға тырысады. Оған себеп бәсеке жоғары. Бұл жақта әрбір юанға талас жүріп жатқанын байқадым. Қарапайым мысал келтірейін. Олардың мәдени орындарында жүретін арнайы фотографтар суретке түсіргенде қосымша жарақтарын ұсынып, планшетпен сурет үлгілерін таңдатады. Біздегі Көктөбе, Медеудегі фотографтардың қызмет көрсетумен салыстырғанда, олардың қызметі әлде қайда бағалы әрі шынайы еңбек. Қызмет көрсетушілер бір сәттік пайда үшін тұтынушыны алдамайды. Оларға тұтынушының қайта-қайта келуі маңызды. Қазақстанда өткен жылы дәл осы уақытта Бишімбаев оқиғасы, биыл Шерзат соты өтіп жатыр. Есі бар адамды ойландырады ғой. Біздің қоғам неге сонша жауыз болып кетті? Қытайда өте қарбалас тірлік. Ығы-жығы адамдар, велосипед, мопед, көлік араласқан қозғалыс. Бір-бірін кейде қысып кетіп жатады, бірақ 30 күнде бірде-бір ұрыс керісті, жолдағы аварияны көзім шалмады. Адамдар да бір-бірімен ұрсысып жатқан жоқ, агрессия аз. Оған не себеп дегенге жауап іздедім. Түбі менталитетте дейді. Бірақ жабық саясат ұстанатын ел осыншалықты жайбарақат болуы мүмкін бе? Жергілікті халық оның тағы бір себебі заң қаталдығы дейді. Қатал заң ол бізде де бар ғой. Мәселе заң үстемдігінде сияқты. Ол жерде заң кейбіріне жүріп, кейбіріне жүрмейді емес. Бәріне ортақ. Заң алдында бәрі тең. Аға көкемен шешіп алатын жол жоқ. Сол үшін де Қытай халқы әр ісіне әлеуметтік жауапкершілік алатындай. Қытайдың Арбат сияқты бір жерінде жүрміз. Қазақша Әбдіжаппардың өлеңі ма?
Әбдіжаппардың әні қосылып жатыр. Мүмкін мыналар этникалық қазақтар немесе осы ұйғырлар. Өйткені ұйғыр музыкасы да қосылып жатыр. Қайтар жолда Қытайдағы этникалық қазақты кездестірдім. 24 жастағы жас жігіт екен. Әңгіме соңында Қазақстанға тек қызмет үшін бармасам, басқалай бармаймын. Бұл жақтағы қазақтардың жағдайы жақсы. Қытай үкіметі бізге тең құқық беріп, білім, қызмет берді. Маған осындай жақсылық жасаған елді отаным емес деп айтуға қақым жоқ қой деп жауап берді. Ойландырып тастады. Достар, Қытай туралы, Сиан туралы видеоблогым осымен тәмам. Қызықты дүниелер болды деп ойлаймын. Қытайдан көп нәрсе үйренетініміз бар. Қазақта сөз бар ғой, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген. Қазақстанның да өз артықшылығы бар, әркімнің өз отаны, өзіне ыстық. Мен ешқандай елді үлгі еткім келмейді, бірақ жақсысын алу керек. Сөз соңын Абай атамыздың мына сөзімен аяқтағым келеді. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Одан басқа нәрсемен оздым дегеннің бәрі ақымақтық. Аман сау болыңыздар.